орманда болған оқиға еді. Ашық алаңқайда кіп-кішкентай ескі үйшік тұрған. Бірде оны қасынан жүгіріп өтіп бара жатқан тышқан көреді. Тышқан тоқтап: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. Ешкім жауап қайтармайды. Тышқан бос үйшікке кіріп, осында тұрып жатады. Біраз уақыттан кейін үйшіктің маңына секіріп Бақа келеді. "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" "Мен тықылдауық тышқанмын. Ал сен кімсің?" "Мен бақылдауық Бақамын. Кел, бірге тұрайық." Бақа боқ-боқ деп бақылдап үйшікке секіріп кіреді. Тышқан екеуі тіл табысып бірге тұрады. Енді үйшік қасына ытқып-ытқып қоян жетеді. "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықылдауық тышқанмын." "Мен бақылдауық Бақамын. Ал сен кімсің?" "Мен қорқақ қоянмын." "Кел, бірге тұрайық." Қоян да үйшікке кіреді. Осылай үшеуі бірге өмір сүре бастайды. Алыстан бұл үйшікті түлкі көреді. Ақырын басып, жақын келіп, терезесін қағады да: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықылдауық тышқанмын." "Мен бақылдауық Бақамын." "Мен қорқақ қоянмын. Ал сен кімсің?" "Мен қу түлкімін." "Кел, бірге тұрайық." Үйшіктен түлкіге де орын табылады. Достар енді төртеу болады. Үйшікке тілі салақтап, айналасына алақ-жұлақ қарап, қасқыр жетеді. Ол есікті қағып, қырылдаған даусымен: "Сүп-сүйкімді кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп сұрайды. "Мен тықылдауық тышқанмын." "Мен бақылдауық Бақамын." "Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін." "Ал сен кімсің?" "Мен сұр қасқырмын." "Кел, бірге тұрайық." Қасқыр қысыла-қымтырыла ішке кіреді. Әйтсе де, кіп-кішкентай үйшікке бесеуі де сыйып кетеді. Барлығы қосылып ән айтады. Тәтті өмір сүреді. Бір күні жидек теріп жүрген аю үйшік тұрғындарының салған әнін естиді. Ол үйшікке жақын келіп, бар даусымен: "Сүп-сүйкімді кіп-кішкентай, бұл үйшікте кім бар?" деп ақырады. "Мен тықылдауық тышқанмын." "Мен бақылдауық Бақамын." "Мен қорқақ қоянмын." "Мен қу түлкімін."